Коронавирус жайлы ғылымдар не дейді? Әлемде кәдімгі тұмаудан жылына әлде қайда көп адам қайтыс болады. Алайда, емі болмағандықтан жаңа инфекция одан да қауіпті болуы мүмкін. Қытай үкіметі адамдардың өмірін қиып жатқан жаңа вирустың жолын бөгеу үшін 11 миллионнан астам тұрғыны бар Ухань қаласын жапты. Оған қазір көлік жүрмейді, ұшақтар ұшпайды, кемелер қатынамайды. Және де елде азаматтардың бір жерге жиналуына тыйым салынып отыр. Өзге қалалар мен шет мемлекеттерді шарпи бастаған инфекция 100 миллион адамды жолға шығаратын мерекелік маусымда тіпті өршиді деген қаупі бар. Бүгінде Қытайда ғана емес, бүкіл ғалам әуежайларында осы елден жеткен жолаушыларды скринингтен өткізу жұмыстары күшейтілді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемдік деңгейде төтенше жағдай жариялау және коронавирусқа халықаралық деңгейде жауап қайтару мәселесін бүгін қайта қарайды. Планетаны осынша дүрліктірген бұл қандай дерт? Өзекті сауалға ғылымдардың қысқаша жауабы төмендегідей. Бұл неткен вирус? Ғылымдар оған жаңа коронавирус деген анықтама беріп отыр. Бұл латынның crowns, тәж немесе халас, шеңбер деген сөздерінен пайда болған атау. Өйткені коронавирус микроскоппен қарағанда осы екеуінің қосындысын еске түсіреді. Бұл вирустар тобына адамға зияны тигізетін бірнеше түр кіреді. Олардың бірі тұмауға шалдықтырса, өзгелері жарқанаттар мен түйелерден және жануарлардан кездесіп, бүгінде ғылымда SARS, ауыр әрі өткір респираторлық синдром, және MERS, таяу шығыс респираторлық синдромы деген акрониммен белгілі болып отыр. Ол қайдан келді? Жұмбақ вирус өткен айда Қытайдың орталығындағы Хубэй провинциясының Ухань қаласында пайда болды. Оның алғашқы болып жұқтырғандардың көбі теңіз өнімдерін сататын базарда барған немесе сонда жұмыс істеген. Бұл сауда орны дереу тергеуге жабылды. Қытайдың медицина мамандары әуелде коронавирустың жануарлардан адамға берілетінін ғана мәлімдесе, қазір оның адамнан адамға жұғатынын мойындауға мәжбүр. Коронавирус қаншалықты тарады? Қытай коронавирусты 600-ге жуық адамнан жұқтырғанын және одан 17 адамның қайтыс болғанын растап отыр. Жан тәсілім еткендердің ең үлкені 89-да, ең жасы 48-де. Құрбандардың барлығы Уханьнан немесе оның айналасындағы елді мекендерден. Олардың орташа жасы 73-те. Сонымен қатар бұл вирус Таиланд, Оңтүстік Корея, Жапония, ақш, Тайваньда да табылды. Дерттің географиясы тіпті кеңейеді деген болжам бар. Себебі Қытайда және шетелде алдағы күндері 100 миллион адам ай күнтізбесі бойынша жаңа жылды мерекелеу үшін жолға шығып, сапарлар маусымы басталады. Симптомдары қандай? Бұл вирусқа тән симптомдар тұмаурату, бас ауруы, жөтел және дененің қалшылдауы. Сонымен қатар, ақштың ауруларды бақылау және олардың алдын алу орталығының мәлімдеуінше, коронавирустың едәуір қауіпті түрін жұқтырғандар демігеді, қалтырайды, ал ауруы асқынған жағдайда пациенттер пневмонияға шалдығуы мүмкін. Оны қалай емдейді? Қазір жұмбақ вирусты анықтау жолында сынақтар жүргізіліп жатыр. Алайда, бұл инфекцияға тосқауыл қоятын вакцина әлі де жасалған жоқ. Демек, ол жылына талай адамның өліміне себеп болатын кәдімгі тұмаудан қатерлі болуы мүмкін. Сондықтан, қауіпті дерттің кең тарауына жол бермеу мақсатында коронавирусты жұқтырғандар ауруханалар мен үйлерінде оқшауланады. Ал оның симптомдары ауруды жеңілдететін және лихорадкаға қарсы дәрілермен емделеді. Сонымен қатар, мұндай науқастарға суды көп ішіп, жазылып кеткенше тынығып, кеңес беріліп отыр. Коронавирустар қалай жұғады? Коронавирустардың көбі жөтелгенде, түшкіргенде немесе осы инфекцияға шалдыққандарды ұстағанда жұғады. Ғылымдардың сөзінше, жаңа вирус адамнан адамға жақын байланыста болғанда тыныс алу жолымен беріледі. Ол SARS ауруымен қауіпті ме? Әзірге бұл вирус SARS-тан қауіпті емес. Соңғысы да 2002-2003 жылдары дәл осы Қытайдан тарап 800-дей адамның өмірін қиғаны белгілі. Дегенмен, жұмбақ коронавирус қазіргіден де қауіпті немесе жұқпалы формаға ауысуы мүмкін деген болжам бар. Мұндай жағдайда оның зардабы қандай болары бүгінше белгісіз. Достар, сіздерге бүгінгі біздің ақпарат қызықты болса, лайк басып каналға тіркеліңіздер.